Ассалаумағалейкум, тарих сүйріғау. Бүгінгі әңгімеміз Газа секторы және Израильдің әскері Газа секторын екіге бөліп, Израильдің әскерлеріне қарсы Хамас пен Хизбулла қарсы тұруы, яғни әрине Хамас жергілікті палестиналық партия және әскери ұйым деп айтуға болады. Кезіндегі бастапқы Палестинаның тәуелсіздік үшін күрескен Ясир Арафаттар кезінде 90 жылдың аяқтарында еврейлермен келісімге келуге тырысты. Израильмен екі ара келісім отырып Нобель сыйлығын алып, сол кездерде бүкіл қоғам және дүниежүзілік мемлекеттер ұйымында, Біріккен ұлттар ұйымының марапатталып, екі аралы келісім келген, бәрі қоштап, бірақ сол палестиналық ішіндегі әскери ұйым мен күштер қолдамай Ясир Арафаттың шешімін екіге бөлініп кетті. Яғни қазіргі батыс аймағы мен және Газа секторы болып, осы Газа секторында 2000 жылдан бері Хамас ұйымы басым болып келеді. Хамас басындағы волонтерлық бүкіл әлемге дүниежүзіндегі көмектің көбісін үлестіруші. Қазір жан-жақты басқа мемлекеттердің қолдауымен бұл әскери ұйымға айналып, көптеген қаражаттар мен гуманитарлық көмектердің бәрі Хамас арқылы өтті. Соның арқасында олар едәуір қаржыланып, қару-жарақтар алып, және жан-жақтан Иран, Катар, басқа да араб мемлекеттерінің қолдауының арқасында көптеген лагерлерде әскери шымданып, тәжірибе алды. Бірақ Хамас Хизбуллаға қарағанда әлсіз болып саналады, яғни оның соншалықты тәжірибесі жоқ, соғыстарда болған емес. Сондықтан Хамас тек қана израильдік әскерлермен шағын қақтығыстарда ғана өз-өзін көрсете алды. Хамастың тек қана өз жерінде әрі өзінің жертөлелері бар, басқа қалалар мен басқа елдермен жалғастырып отқан. Соның арқасында және теңіз арқылы басқа елдерден көмек күтеді. Соның бірі сол ливандық Хизбулладан, Иран мемлекетінен, ислам және Катарлардан. Катар шейхтары көбіне тек қаржылай көмектесіп отты, және ирандықтар көбіне қару-жарақпен. Иран негізі сол Хизбулланы және Хамасқа да қару-жарақпен, яғни Иран өзінің Израиль мемлекеттің ең бірінші жауы деп санайды. Сондықтан да көптеген қару-жарақпен және қаржылай көмегін аяған емес. Израиль соңғы бір жетілік операция кезінде Газа секторын екіге бөліп тастады. Әрине әлемдегі ең тығыз орналасқан және жертөлесі бар үлкен тығыз қаланың ішінде жүргізу қиындыққа соғып жатыр израильдіктерге. Сондықтан да жергілікті халық арасында өлім көп, яғни келе айтсақ арабтардың қаны көшеде сасып жатыр. Соңғы американдық әскерилердің барлау комитетінің хатшысының айтуы бойынша тек қана 10 мыңдай баланың өлімі тіркелді дейді, яғни арабтардың арасында. Палестиналық ал ересектердің қанша өлгені әлі белгісіз. Жалпы тап қазір Палестина халқына кім көмектесе алады дегенде оның бұрынғыдай емес, қолдау аз. Көптеген араб мемлекеттері теріс қарап отыр, яғни үреймен қарайды. Соның үлкен бір үміт Мысыр елінде, яғни Каирдің әкімшілігі өз территориясынан гуманитарлық көмек өткізе алатын, бірақ қашқындарды яғни шекарадан өткізіп өз территориясына қабылдайтын дайын еместігін айтты. Үреймен қарайды. Оның себептерінің бірі өзі 4-5 жыл бұрын өз елінде мұсылмандар, яғни ағайынды мұсылмандар партиясының басым болып радикалды үкіметке келуі, оның кейін шахте әскерилер биліктен тайдырып қамауға алуы. Сондықтан өз территориясында палестиналық радикалды, яғни Хамастың адамдары келуі мүмкін, іріткі салады деп үрей қорқынышы бар. Одан бөлек Иордания басқа мемлекеттерді көмектесуге асығыс емес. Кезінде көптеген қаржылай көмектесіп, үгіттеушілердің бірі Сауд Арабиясы мен Біріккен Араб Әміршілігі. Олар өздері қазір Америкамен тығыз байланысты, әрі Дубайда өздері Хеллоуин тойлаумен әлек болып жүр. Яғни олар бұрынғыдай Израильмен қазір хас емес, дос болып жүр. Былтырғы Израиль мейрамдарын Дубайда тойлауы соған бір дәлел. Яғни Сауд Арабиясы мен Біріккен Араб Әміршілігінің өзінің саясаты бар. Олар америкалықтармен бірге көптеген инвестиция құйып, және израильдік компаниялардың жаңа технологиялы программалар және техника заводтарын салуы, олардың қолдарын жіпсіз байланып, бұрынғы қолдауларын ұмыта бастады. Әрі соңғы кездерде Сауд Арабиясының мұнай кешенінде Арамко компаниясының йемендік хуситтердің беспилотниктер жіберіп шабуыл жасаған дәлел болды. Сондықтан Сауд Арабиясы америкалық күштерге қатты сенеді және үреймен қарайды жан-жағына. Әрі Иран мен Турцияның қорқынышы зор. Ал осы көрші ливандық Хизбулланың пайда болуы, яғни бұл күштің жалпы негізі ливандықтар мемлекеті 3 халық көбіне 3 діннің басымдығы болады, яғни арабтардың өздері баяғыдан шиит, суннит болып бөлінсе, және сол таяу шығыстың христиандары бар, марониттер деп айтады. Кезінде осы 49 жылғы соғыс және кейінгі 60 жылдардағы соғыстарда ливандықтар әскерлері қатысқан емес. Олар өйткені сол кездердегі билік басында көбіне марониттер, христиандардың басым болып, олар қолдамады, яғни мемлекет маңызды басқа елдің қиындықтарынан көрді.
бірақ халықтың қысымынан көптеген мыңдаған, сол кездердегі 100 мыңнан астам палестиналық қашқындар өз елінде қабылдады. Яғни сол кездердегі 6 күндік соғыста ұтылып қалғаннан кейін көптеген палестиналық арабтардың өз жерінен кетуге мәжбүр болды. Соның бірі осы Ливанға келу, әрі Ливан сол кездердегі таяу шығыстың Швейцариясы деп айтатын орналасқан жері мен сауда-саттық күшейе бастауы, Европамен қарым-қатынасы, инвестиция құйылуы, орса гүлдене бастаған кезде кейін осылай арабтардың көбеюі, яғни сунниттердің көбеюі, ішкі арасында Ливанның тепе-теңдікті бұзылып, арабтар билікке ұмтылғысы келді, және көптеген жақсы жерлерді билікте марониттердің отқаны оларды қынжылтты, әрі теңсіз билік екен, әділетсіздік деп қарсы шыға бастады. Осыдан бастап Ливанда 70 жыл ортасында азаматтық соғыс басталды. Бірсе марониттер өз елдерімен, бірсе христиандар мұсылмандармен болып, ұзақ соғылған 16 жылдық азаматтық соғыс шақ деп бітті. Яғни сол кездерде көп елдердің араласуы, соның бірі Сирия араласты, және Израильдер араласты. Израильдер марониттерді өзінің жақтастары деп ойлады, яғни марониттерді израильдіктер сияқты мұсылмандардың ортасына жалғыз қалып қойды. Сондықтан да өзінің серіктесесем де қарап, оларды қолдап, және Израиль көп уақыттан бері осы мына голланд шындар заңсыз ұстап отыр Ливанның жерін. Сол жерлерде өзінің ықпалымен әскерлерін ұстап отыр, марониттерді қолдап отыр. Бірақ сол кездердегі 100 мыңдай қашып барған қашқындарды Израильдің әскерлері тастады. Яғни олар лаңкестердің лагері деп сылтау айтты. Бұдан кейін шииттер тұрғылықты күшейе бастады. Осыны қолдау үшін ирандықтар шықты. Ирандықтар қаржылайды, және қару-жарақпен осылай ирандар қолдауымен Хизбулла партиясы құрып, Хизбулла партиясының яғни жаратушының партиясы деп айтады. Алланың мағынасы Хизбулла партиясы кейін Сириядағы соғыстарға қатысты, көптеген жан-жақты қақтығыстарда қатысқандықтан үлкен тәжірибесі мол. Қаланың ішінде де сыртта да соғысуға, әрі сириялық қақтығыстар кезіндегі Қытайдың және Солтүстік Кореяның және Ресей Федерациясының қаруларының көбісі осы Хизбулланың қолында бар деп айтылады. Кейбір деректерді барлау кезінде Ресейдің заңсыз жалдама әскерінің бірі, яғни ЧВК Вагнердің көп қару-жарақтары Хизбуллаға сатқан жайлы әшкереленді. Соның бір ірі қанатты зымырандарды, яғни 40 шақырымнан 63 шақырымға дейін ұшалатын үлкен комплексті зымырандарды сатқаны, және соның ішінде Солнцепек, яғни бұрынғы Катюшаның жаңартылған түрі, және Панцер комплекстерін сатылған әшкері болды. Қазіргі таңда Американың барлау докладтарына 160 мыңнан 200 мыңға әртүрлі зымырандар бар деген дерек бар Хизбуллада. Хизбулла соңғы 15-20 жылдың ішінде, яғни Ливанда барша мұсылман, соның ішінде шииттерді, сунниттерді қолдаудың арқасында олар өзінің саяси партиясын құрып, саясатта көп араласты, және қазіргі таңда Ливанда парламентінде өзінің депутаттары бар. Яғни ол жалпы Ливанның қысым көсті алады, және жергілікті халықтың қолдауының арқасында кезіндегі азаматтық соғыстан кейін көптеген әскерилер мен партизандардың қару-жарақтарын тартып алып, олардың көбісін таратып жіберді. Бірақ осы Хизбулланы алып қалды, яғни сол оңтүстіктегі Израиль әскерлері голланд шындағы соларға қарсы тұрады және қауіпсіздігіне жауап береді деп, соның арқасында осы уақытқа дейін көптеген саяси және оқу-ағарту өзінің жеке мектептері мен университеті бар, және көптеген қаржыландырған арқасында, соның бірі Иранның жыл сайынғы 700 миллион мен 1 миллиардқа таман қаржыларының арқасында өзінің толыққанды әскері және қару-жарағы бар, өзінің танкілі батальондары бар, ауыр техникалық және зымырандар комплексі кешені бар, үлкен күш болып танылады. Бірақ көп сарапшылардың ойлары бойынша Хизбулла соғысқа араласуға асығыс емес, өйткені Иран қаржыландырып, Иранның бұйрығын күтеді дейді. Яғни Иран негізі Хизбулладан қазір соғысқа араласса, Америка мен басқа да елдердің қауіпінен және әлсіреп қалады. Иран негізі осы таяу шығыста Америка мен және Израильді қорқытып отқан үлкен күші болып танылады. Қазір осы күшін жұмсап, ресурсынан таусылып қалса, Иран өз-өзін қорғауға әлсіз болады деп болжамдар бар. Сондықтан Хизбулланың соғысқа араласуы екіталай болуы. Ал Хамас болса, соншалықты үлкен күш деп айтуға келмейді. Оның шағын тек бағытталмайтын ракеталар, яғни жергілікті су коммуникациясынан кесіп алған трубалардан жасаған, қолдан жасаған зымыраннан басқа, яғни бір 10-15 шақырымға ғана ұшатын, және партизандық соғыс жүргізуден басқа амалы жоқ. Сондықтан әзірге тек Израиль қарулы күшіне
Хамастан басқа ешкім дайын емес соғысуға, және асқар да емес. Қазіргі жағдай бойынша, яғни Палестина Газа секторында көптеген халық қырылуда. Осы жағдайдың ішінде жергілікті халықтың қырылғаннан басқа ешқандай басқа араб мемлекеті көмектесуден асқар емес, және әр мемлекеттің өзінің ойлаған саясаты бар. Соның ішінде бәрі де анық түсінеді. Израильді Америка қолдап отырғасын. Сондықтан Израильға қысым жасау арқылы Америкамен екі ортада келісіммен сауда жүріп отыр. Осында ешкім бірден араласуға және соғысқа көмектесуге де асар болып жоқ. Қанша халық қырылып атқанын көре тұра асар емес. Осылайша таяу шығыстағы жағдай осындай ағайын. Шығарылым ұнаса лайк басып, комментарий жазып, ой пікірлерін жазып кетсеңіздер, білгіңіз келсе және жан-жаққа таратсаңыздар, үлкен бір қолдау болады каналдың дамуына. Қоңырауға бас жіберіңіздер, уақытылы шығарылымды біліп отырасыздар. Толыққан тыңдағандарыңызға көп рахмет.